Сыныбыңдағы ең ақылды адам қайда қазір? Көбі бай емес, кәдімгі өмір сүріп жүр. Ал кейбірі мектепте орташа, тіпті нашар оқыған. Бірақ қазір жақсы өмір сүріп жатыр. Қымбат көлік, еркін уақыт, ақша мәселесі жоқ. Неге бұлай? Егер сен де ақылды бола тұра ақша жағынан қиналып жүрсең, бұл видео дәл саған арналған. Ақылды адамдарға жүйе бала кезден бір нәрсені үйретті. Қате жасама, мұғалімді тыңда, тәуекел етпе, дұрыс жолмен жүр. Ақылды бала осыны жақсы меңгерді. Ол тапсырманы дұрыс орындады. Ережеден шықпады, қатеден қорықты. Жүйе оны мақтады. Бірақ өмірде бай болу үшін бұл ережелер жұмыс істемейді. Ақылды адам бәрін ойланады. Ал егер болмай қалса ше? Ал ақша жоғалтсам ше? Ал адамдар не дейді? Осы ойлармен ол дайындала береді, жоспарлай береді, күте береді, бірақ бастамайды. Ал орташа адам ше? Ол бәрін білмейді, бірақ тәуекел етеді. Қорықса да қадам жасайды. Сондықтан ақылды адам кедей, ал батыл адам бай болуы мүмкін. Ақылды адам ережені мінсіз ойнайды, бірақ бір нәрсені кеш түсінеді. Бұл ойын жеңу үшін емес, бағыну үшін жасалған. Мысалы, шахматты өте жақсы ойнайсың делік, ережені білесің, қателеспейсің. Бірақ сен шахмат тақтасында отырсың, ал байлар ойынды өзі жасап отыр. Ақылды адам жақсы ойыншы, бай адам ойын жасаушы. Шындық мынау: ақыл бай қылмайды, әрекет бай қылады. Білім жеткіліксіз, тәуекел міндетті. Ақылды болу плюс, бірақ батылдықсыз ол минусқа айналады. Сен жалқау емессің, сен ақымақ емессің. Сен жай ғана қателеспеуге үйретілген жүйеде өте ұзақ қалып қойғансың. Ал байлық қателеспейтіндерге емес, қателессе де тоқтамайтындарға келеді. Егер сен ақылды бола тұра неге кедей екеніңді түсінсең, келесі бөлімді жіберіп алма.